Жаздыгүні аяғыңызды көрпеге орап жататын болсаңыз, бұл белгілі бір аурудың алғашқы сипаттамасы екенін ескеріңіз. Аяқ қолдың мұздауына онша мән бермейміз. Аяқ тоңса жылы шұлық пен қалың аяқ киім киеміз, ал қолғап киеміз, немесе қалтамызға салып жылытамыз. Әйтеуір бір есебін табамыз. Алайда жыл 12 ай аяқ қолы мұздап жүретіндер қайтпек? Бұл мазасыздық күннің салқындығынан болса, оның шешімін табуға болады. 2-3 рет аяқ қолды ыстық суға салып, бұлау жасасаңыз жеткілікті. Ал жазды күні аяғыңызды көрпеге орап жататын болсаңыз, онда сізге ойлану керек. Өйткені бұл белгілі бір қандай да аурудың алғашқы сипаттамасы екенін ескеріңіз. Аяқ қолдың мұздауы мына аурулардың себебінен болуы мүмкін. Қант диабеті. Бұл аурудан адамның ірі және майда тамырлары зардап шегеді. Салдарынан қан тез ұйып, майда тамырлар жарылуға бейім келеді. Нәтижесінде аяқ мұздап, диабет ауруынан белгі береді. Екінші, қан аздық. Өздеріңіз білетіндей гемоглобиннің төмендігі оттегінің тасымалдануын айтарлықтай нашарлатады. Бұл өз кезегінде метаболизм процестерінің қарқындылығын және жылу түзілуін төмендетеді. Осы себепті аяқ қол мұздайды. Үшінші, тығындалған эндортерит. Бұл аурумен темекі шегетіндер ауырады. Дерт қан тамырлар мен күре тамырлардың тарылуы арқылы көрініс береді. Оған қоса жүрген кезде аяқ ауырады. Нәтижесінде аяқ қол мұздап, дерттің асқынғанын айғақтайды. Төртінші, артериялық қысымның төмендеуі немесе көтерілуі қауіпті белгілер болып табылады. Қан қысымының тым қатты көтерілуі қан ағысын бұзады, ал қан ағысы өзгерген тұста адамның аяқ қолы мұздап шығады. Бесінші, жастың ұлғаюы. Адам қартайған сайын денсаулық сыр бере бастайды. Әсіресе 50 жастан асқан соң күнде бір ауру белгі беріп мазалайды. Өйткені гормонда, қан айналымында, зат алмасуда айтарлықтай өзгерістер орын алады. Жасы егде тартқандардың аяқ қолының жылымауына осы жағдайлар ықпал етеді. Алтыншы, қалғанша бездің жұмысының нашарлауы да аяқ қолдың мұздауы арқылы көрініс береді. Оған қоса есте сақтау қабілетіңіз нашарлайды. Үнемі тоңып жүресіз, қатты шаршайсыз, тырнағыңыз сынады, жүзіңіз қоқылданып, шашыңыз түсе бастайды. Жетінші, ішек құрт та аяқ қолдың температурасына кері әсер етеді. Өйткені ішектегі ағзадағы құрттар тамырлардың жұмысына кедергі келтіреді де аяқ қолдың мұздауына келеді. Сонымен қатар, аяқ қол мұздауының тағы бір себебі мазасыздық мен күйзеліске түсу. Күйзеліске түсу кезінде ағза оған жауап ретінде адреналин бөле бастайды. Бұл гормон денені жүгіруге немесе соққыға дайындайды. Ағзада қан айналымының жедел тарылуы ағзаның оқыс жағдайға дайындауының бір көрінісі. Мысалы, жүгіру соққы кезінде аяқ қолыңыз жарақат алса, қан тарылу әсерінен көп қан жоғалтпайсыз. Бұл өмірді сақтайтын маңызды факторлардың бірі болып саналады. Тағы бір аяқ қолды мұздаудың себебі ұйқының бұзылуы. Ұйқысыздық метаболизмді және қан айналымды баяулатады. Қан ағымының баяулауын басқалармен қатар аяғымыздың мұздауына да алып келеді. Міне, жыл мезгіліне қарамай аяқ қол мұздауы осынша аурулардан хабар береді. Егер аяқ қолыңыз жиі мұздап қала беретін болса, дәрігердің көмегіне жүгінгеніңіз абзал. Дәрігер сіздің аяқ қол мұздауыңыздың себебін анықтайды және де қажетті ем тағайындайды. Деніңіз сау болсын. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Видео ұнаса тіркеліп лайк басыңыз.